Манты түйе алмайтын қыздарға керемет лайфхакпен бөлісемін. Сонымен қатар қамыр жая алмайтын қыздарда мұқият қараңыздар. Дәл осылай жасасаңыздар мантыларыңыз түрі әдемі және де жыртылмай, езілмей піседі. Ең алдымен қамырын илеп қоямыз. Таза ыдысымызға салқын су, бір жұмыртқа, сұйық май, тұз салып барлығын араластырып, үстінен жоғары сұрыпты ұнды пайдаландым. Негізі мантыге жоғары сұрыпты ұнды пайдаланған дұрыс. Мен сіздерге ордабасынан ұнын ұсынамын. Жақсылап тұрып қамырымызды илеп қоямыз. Кішкене қаттылау қамыр болғаны дұрыс. Бетін жауып тағы да бір-екі қайтарып тұрамыз. Осы уақыт аралығында начинкасын дайындаймыз. Туралған ет, туралған құйрық май, пиязды блендерден өткізіп алдым. Азғантай фарш қостым және де үстінен сұйық май, қара бұрыш қостым. Барлығын араластырып, осымен начинкамыз дайын болды. Қамырымызға астына ұн сепе өтіріп, аздағып оқтаумен жайып, осылай ұзын-ұзын бөліктерге бөліп, әрқайсысын 20-21 граммнан бөліп, оқтаумен осылай жайып шығамыз. Қатты қалың болып кетпесін. Арасына начинкасын салып, самсақ ұсатып осылай бір басып аламыз және де зубочистканың көмегімен дәл осылай түйеміз. Өте оңай. Бетіне сұйық май жағамыз кеуіп кетпеу үшін. Осымен газге 45 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, дәмді болып шығады. Рецептін аса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.